Назар тобының қыздары араға біраз уақыт салып екінші бейнебаянның түсіріліміне кірісіп кетті. Қыздар осы жолы Мусан Entertainment ұжымымен жұмыс істеуді жөн көрген. Айтуларынша бейнебаянға таңдалған ән ерекше стильде. Халыққа біздің бірінші бейнебаянымыздан кейін мүлдем оған қарама қарсы жаңағы стильде бір жаңалық болсын біздің тобымыздан деп бір ерекше бір сондай көңілді әнімізді таңдадық, қиналма әнін. Бірнеше күн қатарынан түсірілген бейнебаянның жұмысы қыздарды аздап шаршатқанға ұқсайды. Біз бірінші күні кішкене ұйқымен кішкене қиналдық, ертерек тұрып, кішкене күн мен түнді ауыстырылған секілдіміз. Бүгін оңайырақ өтуде, барлығы өте жақсы, көңілімізден шығып жатыр. Ең бастысы жұмыстың көңілден шыққаны. Енді көңілді әндеріңіздің сюжетіне тоқталсақ. Сюжетті төртеуміз жайлы, 4 түрлі қыз және басты тақырып махаббат. Ендеше махаббат туралы және 4 түрлі назарлық қыздарды көрсететін көңілді әнді күтеміз. Айтпақшы, квартеттің жаңалығы мұнымен бітпек емес. Алла берса, біз тағы да екінші бейнебаянға дайындалып жатырмыз, бірақ қай әнге түсіретініміз әлі белгісіз. Келесі қазан айында түсіретін боламыз. Қыздар бейнебаян түсірумен қатар гастрольдік сапарға баруға да уақыт тауыпты. Мөлдір ханыммен бірге гастрольдік сапарда жүрміз. Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстанды арыладық. Енді Алла бұйыртса, солтүстік Қазақстан мен орталық Қазақстанды аралау қалды. Көріп отырғандарыңыздай, Назардың 4 сұлуы тыңдармандары үшін тер төгіп еңбектенуде. Ал гастрольдік сапар Алматы және Астана қаласындағы үлкен концертпен аяқталмақ. Олай болса, назарларыңыз назарда болсын.